Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Ұлттық әдебиетіміздегі ең үздік туындыны оқу және насихаттау мақсатында жасөспірімдерге қызмет көрсету бөлімінде республикалық бір ел бір кітап акция аясында сөз маржаны ел мұрасы атты кітап инсталляциясы ұйымдастырылды. Кітап көрмесіне 2007 жылдан 2026 жылдар аралығындағы бір ел бір кітап акция бойынша оқуға ұсынылған жазушылардың шығармалары қойылды. Жыл сайын дәстүрге айналған бір ел бір кітап республикалық акция 2026 жылы да өз жалғасын табуда. Биыл жазушы, қоғам қайраткері Қабдеш Жұмаділовтің көрнекті шығармасы «Тағдыр» романы таңдалды. Бұл шығармада ел мен жердің тағдыры, ұлттың бірлігі, ерлік пен намыс, махаббат пен өмірдің қилы сынақтары шебер суреттелген. Романның әр беті сізді өткен заманның тынысына жетелеп, кейіпкерлердің қуанышы мен қайғысын бірге сезінуге мүмкіндік береді. Тағдыр жай ғана тарихи роман емес, ұлттың жүрегінен орын алған құнды мұра. Өткенді тану, болашақты түсінудің кілті. Тағдырды оқып, тарихпен бірге өмір сүріңіз.